Әлеуметтік жағынан осал азаматтарды қолдау бойынша барлық міндеттемелер толық көлемде орындалуда. Аталған топта 124 мыңға жуық алматылық бар. Бұл мақсатта іске асыру үшін 25 миллиард теңге бөлінді. Осы айдың басында біз әлеуметтік қызметтер үйін аштық. Онда алматылықтар бір терезе қағидаты бойынша әлеуметтік қызметтің барлық түрін алатын болады. Бір жерде бірнеше мемлекеттік мекемелер, оның ішінде әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй саясаты, басқармалар орналасқан жұмыспен қамту орталығы, азаматтарға арналған мемлекеттік корпорация, зейнетақы қоры, медициналық әлеуметтік сараптама, кәсіпкерлікті қолдау қорлы, атамекен және отбасы банкінің 776 қызмет түрі көрсетіледі. Бүгінгі таңда осы әлеуметтік қызмет көрсету үйіне күніне 500 адам келіп қызметтер алуда. Оңалту орталығын, сондай-ақ мүгедек адамдарға арналған спорт кешенін салу жоспарлануда. Әлеуметтік әл-ауқат басқармасының бұрынғы ғимаратын психоневрологиялық патологиялары бар